Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Нөлден үй салу құрылысы осы YouTube каналда. Осы үйдің басынан бастап, фундаментінен бастап, жер қазуынан бастап бәрі көрсетілген. Енді қазір колонна мен перемешке құятын жерге жеттік. Колонна құйылды мынау. Онан кейін перемешке, есіктердің, терезенің үсті бетон құйып, сыртқы жағына мынадай 12 см кірпіш өреміз. Бір жарты кірпіш деп айтылады негізі. Осында үйдің планы, сыртқы қабырғалар болды, ортадағы қабырғалар қалды енді. Онан кейін мына жерде есік, терезе, колонна үшеуі подряд келіп қапты. Оған осылайын апалып құрылды, арматура тоқылды. Осылайын тереңдікте колонна. Апалып құрмайсыз, ешқандай да сыртқы бетіне кірпіш өріліп кетеді. Кірпіш өріміз деген Алматының іші көгереді ғой, бетон ызғартады. Сол үшін де сыртқы бетіне кірпіш өріледі. Көгермеу үшін осылай бетон құя бересіздер. Алдағы уақытта крышасын жабу керек, қалай нөлін шығару керек, барлығын көрсететін болам. Мына жерде апалып трисана зазор кеңдеу болған жерге ағаш тіреп қоя салдық. Жеңіл-желпі ғана, кішкентай ғана. Осындай 12-13 үйдің планы басынан бастап бар видеоларда. Фундаменті қалай не қылды, құйылды, кірпіш қалай өрілді, мінеке перемешке біткеннен кейінгі перемешкенің үстіне өріліп жатқан кладка. Мына жерде тағы бір терезе бар, ваннаның терезесі. Мінеке құйылып болған колонна менен перемешке, есіктің, терезенің үсті. Мына жерге ағаш тіреп қоя салған едік алдындағы видеоларда. Осылайынан шықты. Мына жерде штраба қалдырып кеткен, бөлме бөлінеді, мына екінші жағының штрабасы тұр. Мына жерде колонна құйылды, қабырғаны бөліп тұрған жер арматураны нөлден бастап тоқылған, связана жоғарыдағы сейсмопоясқа байланады. Арматурының артықтары, артық қалдырып кеткенбіз, мына бір кірпіш деп айтылады, 25 см. Бұлай 25 неге түзеулігін көріңіздер, қалай өрілгенін. Ертең сылақ сылайтын адамды қиналмайды мынаны сылау үшін. 25 см. 25 см өрсеңіздер, ішкі қабырғаларды, есіктің откостары әдемі шығады. Сол үшін де 25-тен өріп жатыр. Общий сейсмопояс құйылатын болғаннан кейін үстіне. Мына жерде колонна ар жағынан қабырға келді, бер жағында қабырға жоқ жерлерге осындай апалып қоясында құйып жібере саласың. Ондай жерлер бір-екі жер бар. Мінекей мына қабырғаның түзеулігі де. Терезенің асты кірпіш кіргізу үшін, таш қайдап кіргізу үшін, құм кіргізу үшін өрмей кеткенбіз. Мына жерде бір колонна бар, құйылды. Онан кейінгі зал, спальный, сондай бөлмелер, кірпіштерді қараңыздар, бір сызықтың бойында жатып бәрі. Өзі кәмешек жігіт дома өріп жүрген. 5 этаж, 9 этаж. Обесобщный кірпіш. Мына жерде бір колонна терезенің жақтауында кеп қалды, сыртына осылайдан 12 см кірпіш өрілді. Мына жерде де саз кіргізу үшін қалдырып қойған, перемеш құйылады. Лайк басыңыздар, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Стройка Советі лайфхак каналына тіркеліңіздер. Алдағы уақытта құрылыс мамандарының бәрін көрсететін болам, жұмыстарын, басқа да құрылыс мастерлерінің.